Саламатсыздар ма балалар, номер 5-те бірінші есепті шығарайық. Қараңыздар, берілген сандарды сан осіне бейнелеңіз дейді. Бірінші қараңыз, А кіші В-дан дейді, яғни В үлкен. Бізде қараңыздар, В үлкен болғандықтан, егер мына жерде бізде А тұрса, В үлкен, яғни оң жағында орналасады, иә? Міне В-ға тең. Келесі екінші С үлкен В-дан дейді. Яғни үлкен болса, бізде оңға қарай орналасады, иә? Міне С В-дан үлкен, міне. Одан кейін С кіші Д-дан дейді. С кіші Д-дан. Яғни Д үлкен. Д үлкен болғандықтан бізде Д С-дан оң жағында орналасады. Келесі А үлкен Е-ден болса, яғни бізде Е аның сол жағында орналасады, міне. Е аның сол жағында орналасады. Осы сандарды көрсетеміз, яғни біз ең кіші Е, одан кейін А, В, С, Д. Түсіндік па балалар, қалай орналасатынын? Осымен 5-те бірінші есеп шықты. Номер 5-те екінші есепті шығарайық. Біріншісінде қараңыздар, А минус 3 үлкен В минус 3-тен болса, және В үлкен 4-тен болса, онда А және В сандарының таңбаларын анықтаңыз дейді. Бұдан қараңыздар, А минус 3, В минус 3 екеуіне үлкен болғандықтан бұдан бізде шығады А үлкен В-дан. Ал В бізде үлкен 4-тен, міне. Яғни 4-тен үлкен болғандықтан екеуі бұлар оң сан, яғни 0-ден үлкен сандар. Оң сандар. Оң сандар. Келесі екіншісінде 7А үлкен 7 В-дан дейді. Ал В үлкен 1-ден дейді. Яғни 7А үлкен 7 В-дан шығады, А үлкен В-дан болады. Ал біздің В-мыз үлкен 1-ден. Яғни 1-ден үлкен сандар оң сандар болады бұларда, яғни 0-ден үлкен сандар. Оң сандар болады. Түсініп жатырмыз ба балалар? Сұрақтарыңыз болса сұрап отырыңыздар. Келесі үшінші А минус 8 үлкен В минус 8-ден және А кіші минус 12-ден. Яғни бұл жерден шығады А үлкен В-дан, ал бізде А минус 12-ден үлкен, минус 12 үлкен бізде. Яғни бұны керісінше жазып көрейік. В кіші А-дан және ол кіші минус 12-ден. Яғни минус 12-ден кіші сандар болғандықтан бұл 0-ден кіші сандар, яғни теріс сандар болады. Теріс сандар. Ары қарай. Балалар, төртіншісі минус 2А үлкен минус 2 В-дан. Бұдан шығады балалар, қараңыздар. Екі жағында минусқа көшіліп тұрғандықтан, мына жерде В керісінше болады. В үлкен А-дан болады. Өткен минус таңбасын көбейткен кезде ғана А бізде үлкен болып тұр. Енді одан кейін бізде В кіші минус 0,3-тен дейді. Яғни қараңыздар, В үлкен А кіші В-дан болады, және бұл кіші минус 0,3-тен, яғни минус 0,3-тен кіші сандар теріс сандар, яғни 0-ден кіші сандар болады. Яғни бұл бізде теріс сандар болады екен. Түсіндік па балалар? Сонымен 5-те екінші есеп шықты. 5-те үшінші есепті шығарайық. А үлкен В-дан, есептің бастапқы берілгені. А үлкен В-дан теңсін екі жағын бөлігінде бірінші 5-ті қосқанда, яғни екеуіне де 5-ті қосамыз. А қосу 5 үлкен, В қосу 5-тен болады. Қосқан кезде ештеңе өзгертпейді. Келесі екінші минус 2-ні қосқанда дейді. Яғни А-ны қосамыз минус 2-ге, таңбасы өзгермейді. В-ны қосамыз минус 2-ге. Бұдан шығады А мен плюс пен минус 2 азайтылады, және В азайтылған плюс пен минус береді 2 болады екен. Келесі үшінші 0,5-ке көбейткен кезде, яғни 0,5 А үлкен 0,5 В-дан болады екен. Келесі балалар төртінші минус 3-ке көбейткен кезде, міне қараңыздар балалар, минус 3А болады және минус 3В болады. Бірақ балалар қараңыздар, минусқа көбейткен кезде бізде таңба қарама қарсыға өзгереді. Келесі бесінші
4-ке бөлгенде дейді. Яғни аны 4-ке бөлеміз және вны 4-ке бөлеміз. Бізде а үлкен тұғын. Бұдан ештеңе өзгермейді. А бөлінген 4 үлкен болып қалады. Келесі 6-шы минус 0,1-ге бөлгенде, яғни аны бөлеміз минус 0,1-ге және вны бөлеміз минус 0,1-ге. Балалар, егер минусқа бөлген кезде, онда таңба бізде қарама-қарсыға өзгереді, яғни бізде в үлкен болып кетеді. Түсіндік па? Номер 5-те 3-ші есеп осымен шықты. Балалар, 5-те 4-ші есепті шығарайық. Егер дейді 3 үлкен а, одан үлкен 4 болса дейді, онда қос теңсіздікті орындалса, онда есептер шығарыңыз дейді. Бірінші 5 аны шығарыңыз дейді. Яғни аны 5-ке көбейткен кезде барлығын 5-ке көбейтеміз. Яғни 3 көбейтілген 5, одан кейін а көбейтілген 5, одан кейін 4 көбейтілген 5. Міне жеке-жеке көбейіп шықтық, я? Яғни 3-ті 5-ке көбейтсек 15, аны 5-ке көбейтсек 5а, және 4-ті 5-ке көбейтсек 20. Түсіндік па? Яғни 5а 15 пен 20-ның арасында жатады екен. Келесі екінші минус а мен шығар дейді. Яғни міне қараңыздар, 3 үлкен а, одан үлкен 4 болса, минусқа көбейтеміз. Яғни 3-ті көбейтеміз минус 1-ге, таңба қарама-қарсыға өзгереді балалар. Аны көбейтеміз минус 1-ге, одан кейін 4-ті көбейтеміз минус 1-ге. Балалар, минусқа бөліп немесе көбейткен кезде таңба қарама-қарсыға өзгереді. Яғни минус 3а, минус а және минус 4. Яғни орындан ауыстырамыз. Минус 4-та үлкен минус а, одан үлкен минус 3. Түсіндік па? Келесі үшіншісі. А плюс 2, яғни 3 плюс 2, одан кейін а плюс 2, одан кейін 4 плюс 2. Баланы бастапқа қойып отырмыз, қарап отырыңыздар. 3-ке 2 қоссақ 5, а плюс 2 және 4-ке 2 қоссақ 6. Яғни 5 пен 6-ның ортасында а плюс 2 болады екен. Келесі төртіншісі. А минус 2, яғни 3 азайтылған 2, үлкен а минус 2 және бұдан үлкен 4 минус 2. Яғни 3-тен 2 алсақ 1, а минус 2 және 4-тен 2 алсақ 2-ні береді екен. Балалар, 5-ші есепті мысалда көрсеткен. Енді 6-шысын шығарайық. 6-шысы 0,2 а плюс 3. Яғни мені қараңыздар. Есептің беріңін асып қойыншы. Бірінші 3 кіші адан кіші 4-тен болады. Бірінші 0,2 көбейтеміз. 0,2 көбейтілген 3, 0,2 көбейтілген а және 0,2 көбейтілген 4. Одан кейін қараңыздар, 0,2-ні 3-ке көбейтсек 0,6, кіші 0,2 адан және кіші 0,2-ні 4-ке көбейтсек 0,8-ге. Енді 3-ті қосамыз. 0,6 плюс 3, одан кейін 0,2 а плюс 3 және 0,8 плюс 3. Көрініп тұр ма балалар? Енді қараңыздар, 0,6-ға 3-ті қоссақ 3,6, кіші 0,2 а плюс 3-тен, кіші 3,8-ден. Түсіндік па балалар? Осымен номері 5-те 4-ші есеп шықты. Балалар, номері 5-те 5-ші есепте. Бұл да 4-ші есеп, 5-те 4-ші есеп сияқты есепті бағалаймыз. Яғни 5 кіші x-тен кіші 8-ді. Осы берілген теңсіздікті бағалаймыз. Бірінші 6x пен дейді. Яғни барлығын 6-ға көбейтеміз. 5 көбейтілген 6 кіші x көбейтілген 6 кіші 8 көбейтілген 6-дан. 5-ті 6-ға көбейтсек 30, x6-ға көбейтсек 6x және 6-8-ім 48. Яғни 6x дегеніміз 30 пен 48-дің ортасында болады екен. Одан кейін екінші минус 10x. Балалар, енді көбейтеміз. 5 көбейтілген минус 10. Балалар, минусқа көбейткен кезде таңба қарама-қарсыға өзгереді дедік. Кіші x көбейтілген минус 10, кіші 8 көбейтілген минус 10. Енді қараңыздар балалар, орындарын ауыстырамыз. Бірінші кішілерден 8-ді 10-ға көбейтсек минус 80. Бұл кіші x-ті минус 10x болады. Бұл кіші 5-ті 10-ға көбейтсек минус 50 болады. Яғни кішісіне үлкеніне қарай жазады екенбіз. Келесі үшінші x минус 5. Яғни 5 азайтылған 5
кіші x минус 5-тен, кіші 8 азайтылған 5-тен. 5-тен 5 алсақ 0, x-тен 5 алсақ жазып қоямыз, және 8-ден 5 алсақ 3 болады. Яғни 0 мен 3-тің арасы. Келесі 4-ші. 3x плюс 2. Яғни бірінші барлығын 3-ке көбейтіп аламыз. Яғни 5 көбейтілген 3, x көбейтілген 3, кіші 8 көбейтілген 3-тен. Бұл дегеніміз 15, x 3-ке көбейтсек 3x, 10 кіші 24-тен болады. Енді бұларға қосамыз бізге 2-ні. 15 плюс 2, 3x плюс 2, 24 плюс 2. 15-ті 2-ке қосақ 17, одан кейін 3x плюс 2, және 24-ті 2-ке қоссақ 26. Балалар, осымен номері 5-те 5-ші есеп шықты.